Достар, қайырлы күн. Бүгін осылай гарнирге күріш бұқтыруды көрсететін боламын. Осы рецептпен істесеңіздер күріштен әдемі шашырап пісетін болады. Алдымен 3 рет күрішті жуып аласыздар. 4-ші суға, жылы суға күрішті бұқтырып қоясыздар. Соның ішіне суды құйып, жарты сағат тұру керек күріш суда. 15 минут, жарты сағат. Және осында кәдімгі май пайдаланасыздар, сары майды ерітіп күрішті салып араластырып, бетіне тұз саласыздар. Бұған приправалар қоссаңыздар да болады, басқа да спецтер қоссаңыздар болады. Осылай күрішті 3-4 минут араластырып қуырып алғаннан кейін бетіне су құйып, мен жарты сағат күрішім суда тұрғандықтан су көп құймадым. Осылайынан бұқтырып қоясыздар. Если асты жабысып қалады деп уайымдасаңыздар, ана тесіктеріне май салып жіберсеңіздер болады.